Қыздар, сәлем, бүгін біз сүт тығыз тортын дайындаймыз. Ол үшін бізге пергамент қағазын 6 бөлікке бөліп, 20 диаметрдегі қалыппен осылай формасын шығарып дайындап аламыз. Бізде бұл жерде разрыхитель, 70 грамм сары май, жұмыртқамыз, Рогачевтың «Три желания» сгущенкасы және ұнымыз. Алдымен сгущенкамызды 70 грамм маймен жақсылап тұрып араластырып миксерлеп аламыз. Оның үстіне жаңағы жұмыртқамызды саламыз. Егерде сіздерде S1 болса, 2 жұмыртқа салу керек. Менде бұл жерде S2 болып, мен 3 жұмыртқа салдым. Бәрін біріктіріп, жақсылап араластырып аламызды. Разрыхителімізбен ұнымызды араластырып, жаңағы сгущенкамыздың үстіне салып, бәрін біркелкі қылып араластырып дайындап аламыз. Енді бұл жерде жаңа дайындап қойған 6 пергамент қағазымызға дайын болған қамырымызды біркелкі етіп жаңағы салып шығамыз да, осындай лопатканың көмегімен шеттеріне әбден жеткізіп, жақсылап тұрып жайып шығамыз. Бұл жерде жаңа шеттерінен бірінші бастаған дұрыс, себебі ортасы қалың, шеттері жұқа болып кетуі мүмкін. Жайып алған жаңа пергаменттегі қамырларымызды менде смек пешмен 170 градусқа 10 минутқа салып алам. Әлде сіздерде жаңағы әсел пеш болатын болса, онда сіздер жаңа қыздырып қойып, қарап отырып пісіріп алуларыңызға тура келеді, себебі күйіп кетуі мүмкін. Піскен жаңағы қамырларымызды, корждарымызды қағазынан босатып дайындап қоямыз. Енді біз қазір крем ұрып алуымыз керек. Бізге творожный сыр, сливочный сыр, сахарная пудра және сливки қажет болады. Крем-чиз кремін ұрамыз. Және осы ұрып болғаннан кейін кальцода, крутяшканың үстіне кальцода жинайтын боламыз тортты.
Жағып алған қамырымызды кремін жағып болғаннан кейін кольцодан шешіп, осындай вафельный крошкамен сыртын әрлейтін боламыз. Вафельный крошкамен қаптап шығу керек. Және жаңағы бетін өз қалауыңызша әрлесеңіз болады. Безе қоюға болады, шоколадпен, болмаса фруктымен. Әркімнің өз қалауына байланысты. Осымен тортымыз дайын. Ас болсын, қыздар.